Түркістанда бүкіл облыстың волейболшы қыздары жиналды. Олар жасөспірім қыздар арасындағы өңір чемпионатына қатыспақ. Барлығы 13 команда бақ сынайды. Толығырақ келесі репортажда. Жарысқа негізінен 2008-2009 жылы туылған жасөспірім спортшылар қатысып жатыр. Бұл облыс чемпионатына 13 ауданнан 200-ге жуық спортшы қыз келді. Бас жүлдеге үміткерлер қатарында Түркістан Отырар Жетісай ауданының құрамдары тартысқа толы кездесулер өткізуде. Облыс құрамасының бапкерлер құрамы осы жарыста шеберлігімен көзге түскен арулар облыс құрамасына шақырту алады дейді. Қазірдің өзінде көзге түскен бұрымды волейболшылар бар. 5-ші класста бастап қатыстым. Қатысқаныма 2 жылдай болып қалды. Мен әпшімнен кейін 1 жылдан кейін келдім. Осы күз айында келдім. Ол жақта өте көп деген достар таптым, өте 2 дүркін чемпион болдық. Қазақстан чемпионаты 3-ші орын алдық 2010-2011 арасында. Мен осында жетістіктеріме арқында өзім тренерімді жақсы деп ойлаймын. Өзім тренерімді өте жақсы көремін тренер ретінде. Түркістан қаласының талантты волейболшылары апалы сіңлі Талшын мен Айзере Хамидулла. Олар жан-жақты дайындалып келгенін көрсетіп, бапкерлердің назарына ілікті. Тіпті ұлттық лигадағы белді командалардан шақырту алған екен. Біз өте жақсы настроймен бастадық. Және де жаңа Жетісай командасын 2-0 есебімен ұттық. Және де осы жарыста 1-ші орын алып чемпион боламыз деген мақсатымыз бар. Және де көктемгі чемпионатта да өнер көрсетіп жүлделі болғымыз келеді. Сайыста командалар 2 топқа бөлініп, ойындар айналмалы тәсілмен өтіп жатыр. Плей-оффқа 4 команда жолдама алып, ақтық бәсекелер өткізетін болады. Жарыста топ жарғандар наурыз айының соңында Талдықорғанда өтетін ел біріншілігінде облыс намысын қорғайды. Айдана Дүйсенбаева, Мақсат Оңалбай, Түркістан 24.